бүгінгі тарауихта оқылатын парамыз ол 5-ші парадан басталады. Енді осы 5-ші парада мынандай бір аяттар бар, соның бір мағынасына тоқталып өтсек деген мақсатпен алдарыңызға шығып тұрмыз. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإيمان келтіргендер, сендер өз араларындағы малдарыңды біреуге зұлымдықпенен тартып алмаңдар, зұлымдықпен біреудің малын жемеңдер. Егер араларында келісім арқылы, сауда-саттық арқылы екі жақтың разылығы менен болып жататын болса, сол кезде сіздерге халал. Және өз нәпсілеріңді құрдымға жібермеңдер, өз нәпсілеріңді өлтірмеңдер. Алла Тағала сендерге өте мейірімді және рахымды дейді. Ол үлкен күнәлардың қатарынан болып жататын нәрсе, ол біреудің малын еш рұқсатсыз зұлымдықпен не күшіңізді сарп етіп, не зұлымдығыңызды, айлаңызды сарп етіп, сол біреудің малын қолға түсіріп жеу, ол үлкен күнәлардың қатарынан. Міне Алла Тағала мұсылман адамдарға осы ауыр күнәлардың қатарынан болатын осындай істерден сақтаныңдар деп бұйырып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен хадисте Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: Алла Тағала кіші күнәларды кешіреді дейді. Алла Тағала кіші күнәларды кешіреді, ал үлкен күнәлардың жазасын береді дейді. Енді кіші күнәларды қалай кешіреді деген кезде Құранның жалғасында айтады: «Ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайyi'атикум ва нудхилкум мудхалан карима». Егер олар үлкен күнәлардан тыйылып жататын болса, онда олардың сол тыйылғандығы себепті мұсылман адамдардың, пенделердің сол үлкен күнәлардан тыйылғаны үшін олардың кіші күнәларын біз кешеміз және оларды жаннатқа кіргіземіз дейді. Яғни құрметті орынға кіргіземіз дейді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисіне қарайтын болсақ, үлкен күнәларды мына 7 топқа бөлді. Осы 7 нәрседен алшақ болсаңыз, яғни онда қалған күнәларыңыз иншалла Алла Тағаланың мейіріменен, Алла Тағаланың мағфиратымен ол кешіретін амалдардың қатарынан екен. Бірақ сол кешіріледі екен деп оны істей беру деген нәрсе жоқ. Бәлкім оған да тәубе ету керек болады. Оны да қайтадан істемеуге әрекет жасау керек болады. Ал мына 7 нәрсе болатын болса, қала ижтанибу сабақ мауиқат, 7 қайтарылған нәрселерден, жаман істерден тыйылыңдар. Қалу ва ма хунна я Расулуллах. Сол кезде сахабалар тұрып сұрады: я Расулуллах, ол 7 қайтарылған күнәлі істер қайсы деп сұраған кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді: әшширку билла, Алла Тағалаға серік қосу деді. Алла Тағалаға серік қосу ол үлкен күнәлардың ішіндегі ең үлкені болмақ. Ең үлкені болмақ. Одан кейінгі әс-сихр, сиқырлық жасау. Сиқырлық жасау. Бір туысқаныңыз сізге ұнамай қалды, болмаса сіздің алдыңыздан секілді өткен еді, болмаса бір таныс солай істеген еді, сізден байлығы асып бара жатыр, сізден білімі асып бара жатыр, сізден шеберлігі асып бара жатыр. Сол нәрсені көре алмадыңыз да не істедіңіз? Болмаса өзіңіздің жақсы көрген адамыңыз басқаға тұрмысқа шығып, болмаса басқаны алып жатқан кезде оған не істейді? Сиқыр жасап жатады. Бұл сиқырлықта ол үлкен күнәлардың қатарынан, яғни кешілмейтін күнәлардың қатарынан болмақ екен. Одан кейінгісі уақатлу нәфсиллати харамаллаху илля бил хаққа, яғни бөгде жанның ешқандай жазықсыз оның қанын төгіс қылу дейді. Яғни бөгде адамды өлтіріп тастау, ода үлкен күнәлардың қатарынан. Уәкіл мәлил ятим, жетімдердің малдарын жеу. Жетімдердің малдарын жеу. Енді жетім деген шариғатта не нәрсеге айтылады? Шариғатта әлі балағат жасына жетпеген ол қыздардың әкесі дүниеден өтіп жататын болса, ол жетім деп атаққа, жетім деген сөз сол кісіге ғана қолданады.
ал анасы қайтыс болып жататын болса, болмаса балағат жасына толып алғаннан кейін жаңағы әкесі қайтыс болып жататын болса, ол кісі не емес, жетім емес. Ол кісі жетім емес. Міне осы жетімнің малын жеу ол үлкен күнәлардың қатарынан болмақ. Уәкілу риба, рибадан пайда түскен ақшаны жеу ода харам болып есептелінеді. Не? Риба. Риба дегеніміз не? Риба дегеніміз жыныстары бір болған, яғни 1 килограмм бидайға 2 килограмм бидай алып жасыз. Болмаса 1 кило құрмаға 2 килограмм не істеп ашсыз? Құрма алып жасыз. Осы сияқты алтынға айырбастаған кезде де олардың салмағы бірдей болу керек, бірақ несі сортына қаралмайды шариғатта. Олардың тек қана салмағыменен жынысына қарайды. Қандай түрі екендігін, қандай салмақ екендігін осыған аса мән береді. Міне осы арқылы түсіп жатқан пайданың барлығы ол рибаның қатарына жатады. Сол себепті қазіргі күнімізде не бар? Телефонымызда бір жерге депозит ашып, сол жерге ақша сап қоямыз. Одан айлар өтеді, апталар өтеді. Осы кезде сізге түсіп тұрған ақша, ода сол рибалардың қатарына жатады. Рибалардың қатарына жатады. Міне осы нәрседен алшақ болу керек мұсылман адам. Кейінгісі соғыс болған жағдайда, яғни топтан қашуды айтады. Соғыс болған жағдайда топтан қашу. Одан кейінгі нәрсе, ешқандай жасаған айыбы жоқ, ешқандай бір күнәсі жоқ. Мүмин әйелдерге, мұсылман әйелдерге сен зинақорсың деп айыптау, оның өзіне болады, үлкен күнәлердің қатарынан жатады. Сондықтан бұл біреуді айыптау, сен бәленшесің ғой, сен жүргішсің ғой деген сияқты, бәленшенің етегін көтеріп қойыпты деген сияқты нәрселердің барлығынан не істеуіміз керек? Тыйылуымыз керек. Өйткені шариғат ондай сөз айтқан кезде сіз 4 куәгер әкелуіңізге керек. 4 куәгер әкеле алмасаңыз, демек айып таққан адамдардың қатарынан болады екенсіз. Сондықтан бұл 10 күнәнің 9-ы тілден демекші, бұл тілімізді күнәлі нәрселерді жат қылып, яғни күнәлі нәрселерімізді әдет қылып, соны айта салып оңай болмасын. Осы нәрселерден алшақ болуымыз керек. Және Құранда былай дейді: "Умай я'мал залика удванан wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana zalika 'ala Allahi yasira." Ал осы Алла Тағаланың қайтарған нәрселерін зұлымдықпен, дұшпандықпен істейтін болып жататын болса, олар Алла Тағаланың азабына ұшырайды және оларды тозақ отына тастайды. Алла Тағалаға о нәрсе ол бір қиын нәрсе емес дейді. Қиын нәрсе емес. Яғни біліп тұрсыз, былайша айтқан кезде, не нәрсенің ақ, не нәрсенің қара екендігін, не нәрсенің адал, не нәрсенің харам екенін біліп тұрсыз. Осы кезде өзіңіздің нәпсіңізге, болмаса сол ортадағы жүрген адамдардың арасында абырой ретінде сол күнәларды олардың алдында масаттанып тұрып, мақтанып тұрып істесеңіз, сол нәрсені істеген нәрсеңізді болмаса жариялап тұрып мақтансаңыз, кезінде бізде жүргенбіз, кезінде бізде бір ауылды сұрағамыз, осындай нәрселер болған, осындай істегенмін деп айту, ол не болады? Ертеңгі күні сол адамның сізге куәгер болуы. Алла Тағала сізді кешіріп тұрған кезде, ол адам келіп: "Я Раббым, мына құлың маған осылай деп айтқан еді, мен куәгер боламын, бұның осындай күнәсі бар" деп айтуы мүмкін. Сол себепті істеген жаманшылықты тәубе етуіміз керек, оны ешқашан мақтан етіп айтпауымыз керек. Енді «Уәлә тәтәмәннәу ма фаддалаллаху биһи бa'дакум ала бa'д». Алла Тағаланың сендерге біреулерінен біреуге артығырақ мал дүние беріп жататын болса, артығырақ ілім, несібе беріп жататын болса, біреулерге бала шағасыменен көбейтіп беріп жататын болса, оған не істемеңдер дейді, хасат қылмаңдар, яғни қызғаныштықпен қарамаңдар.
وللنساء نصيب مما اكتسب وللرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبن. Өйткені ер адамдар үшін өзінің кәсіп қылған нәрсесі өзіне халал, әйел адамдар дәл сол сияқты өзіне халал. Уәсәлуллах мин фадлихи, бәлкім сондай мақсатты, сондай дүниені, сондай абыройды, сондай Алла Тағаланың берген фадылдығын, неғметін қаласаңыздар, онда Алла Тағаладан кене сұраңыздар. Алла Тағаладан сұраңыздар дейді. Инналлаху кана бикулли шайин алима, әлбетте Алла Тағала барлық нәрсені білуші дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен хадисте айтады, адам 4 сыныптан болады, 4 түрліден болады. Олар дейді, біреуі бай дейді. Алла Тағала оған неғмет беріп қойды. Оны берген неғметін Алла жолында сарып қылатындар дейді. Алла жолында не істейтіндер? Сарып қылатындар. Сол жолда, яғни бөліп беретіндер, сол жолда жұмсайтындар. Міне олар Алла разы болған адамдардың қатарынан. Екінші бір адам бар дейді. Ода асып төгіліп жатқан неғмет жоқ. Былайша айтқанда кедейдің күйін кешіп жүрген адам. Бірақ ол не істейді дейді? Я Раббым, менде осындай адамда менде мал дүние болған болса екен, менде осы сияқты жақсылыққа жұмсар едім, жақсылыққа, игілік істерге жұмсар едім. Я Раббым, өзіңнің жолында сарп етер едім дейді. Міне екінші адамда сол ниетіне қарай бірінші адамның сауабындай алады, және Алла Тағала оғанда разы болады дейді. Ал үшінші бір топ бар дейді. Үшінші адам, ол Алла Тағала неғмет беріп қойған, ол жаңағы берген неғметін халал жолға емес, харам жолға сарп еткендер. Күнәлі істерге барады, күнәлі нәрселерді жасайды, күнәлі істерге көмектеседі. Міне ол кісі Алла Тағаланың азабына, Алла Тағаланың ашуына дуушар болған адам дейді. Ал төртінші адам дейді, ода жаңеге секілді ешқандай дүниесі жоқ, мал мүлкі жоқ, кедей адам, бірақ ол армандайды екен, я Раббым, маған мына адамдай мал дүние берген болсаң, мен мына адамның артығырақ жер бетіне фасад тудырар едім, артығырақ жаманшылық жасар едім. Жолда келе жассыз, бір сөмке ақша тауып алдыңыз деген ойыңызға не түседі ең алдыменен? Ең алдыңызға не нәрсе түседі? Демек, сіз солсыз. Демек, сіз кімсіз? Алла Тағала сізді сынап тұр. Жолда келе жатқаныңызда осынша ақша тауып алдыңыз, сіздің ойыңызға не нәрсе түсті? Анаған берсем, анаған берсем, анаған барсам, мынаны қылсам, мынаны істесем, істегеннің ойлағаныңыздың барлығы жақсылық болатын болса, онда бірінші топтағы, екінші топтағы адамдардың қатарынан боласыз. Ал ойлағаныңыздың барлығы Алла Тағаланың азабы туындайтын, Алла Тағаланың ашуы туындайтын адамдардың қатарынан болса, онда жаңағы төртінші топтың қатарынан боласыз. Міне сол төртінші топ дейді, анау Алла Тағаланың ашуы туындаған сол үшінші топтың адамдарынан сауабын сондай күнә жазылады, соның азабын кешеді. Алла Тағаланың сондай несіне түседі дейді, ашуын туғызады дейді. Сондықтан мынау сіздерге беріп жатқан неғмет қаншама. Сол неғметті не істеуіміз керек? Жақсылыққа амал істеуге, жақсылыққа жарысуға не істеуіміз керек? Жарысуымыз керек, құрметті жамағат. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Енді мұсылман адамның жаңағы мал дүниесін ең жақсы бөліп беретін нәрсесі оның өзінің әке шешесі, туыс туғаны, осыларға қарайласу керек. Дүние тек қана менде болсын екен, басқа туысқанда болмасын екен, басқа туысқандардың арасында мен бір төбе болып көрініп жүрейін деген емес, бәлкім соларға көмектесіп, солардың хал жағдайын білісіп, соларға әрдайым жұмсап жүрсеңіз, ол жақсы амалдардың қатарынан. Егер біреулеріңіз келіскен болсаңыздар, яғни бір нәрсеге уәде беріп қойған болсаңыздар, сол уәделеріңізді не істеңіздер дейді, өтеңіздер. Алла Тағала әлбетте сіздердің не істегендеріңізге куәгер дейді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұл жақсы сауда
саудадан неғимет бар екендігі, сауданың ең үлкен неғимет ол саудада екендігін насихаттай келе мынандай нәрсе айтады. Алла тағала саудагерді өзінің рахметіне алады дейді. Не істесе, ол уәде берген нәрсесіне қайшы келмейтін болса, уәде берген нәрсесіне қайшы келмейтін болса, біреудің тастаған аманатына қиянат жасамайтын болса, және сол саудасында әділдік қылатын болса дейді. Өйткені Мутаффифин сүресінде айтады: «Вәйлун лил мутаффифин аллазина иза калу иля наси ястауфун ва иза вазануһум». Яғни сондай таразыдан жеушілерге Алла Тағаланың азабы болсын дейді. Олар не істейді? Біреулерден дүние сатып алып жатқан кезде, біреулерден зат алып жатқан кезде не істейді? Сол таразының мүлт кетірмей, соны пайдасына өз пайдасына шешіп алатын кісілер дейді. Ал біреулерге сатып жатқан кезде ол не істейтін дейді? Таразының артығырақ қоятындар. Міне осы нәрселер Алла Тағаланың азабы болсын дейді. Сондықтан біздің өміріміз күнделікті сауда. Күнделікті қайда барамыз? Сауда істеуге барамыз, өзіміздің бар нәрселерімізді. Осы кезде ол ұрлық жасаудан, зұлымдық жасаудан, біреудің малын ешқандай хаққысыз алып алудан осы нәрселерден тыйылуымыз керек, және сауда барысында әділ болуымыз керек дейді. Әділ болуымыз керек. Енді Алла Тағала баршамыздың осы отырысымызды берекелі болған отырыстардың қатарынан етсін. Мынау бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сахабаларымен қоршалып бір нәрсені насихаттап талқылап отырған кезде үш адам жиналып келіп, үш адам кірді дейді. Үш адамның жағдайы үш түрлі болды. Бірінші кісі кіріп келді, адамдардың арасынан орын тапты да, ешқандай үндеместен, ешқандай сөйлеместен сол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам насихатын тыңдауменен айналысты дейді. Алла Тағала оны өзінің рахметіне, мейіріміне біледі. Екінші кісі кіріп келді, қараса арада ешқандай бір орын жоқ десе де, сол шеңбердің сыртына жайғасып отырды да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол өсиеттеріне тыңдауға не істеді? Асықты, соны тыңдады. Яғни адамдардың арасында сен ара отыршы, сен бері отыршы, мен кіріп алайын деуден ұялды, Алла Тағала оны тозаққа тастаудан ұялады дейді. Ал үшінші адам кірді де, орын жоқ екенін көрді де, бет бұрып қайтып кетті дейді. Міне Алла Тағала оны одандай ертең күні бет бұрады деді. Сондықтан құрметті жамаат, осындай бір жиындарға, осындай бір насихатты орындарға келген кезде, біреуіміз телефонымызда, біреуіміз әңгімемізді, біреуіміз көшедегі жүрген жүріс тұрысымызды бір-бірімізге сыбырлап емес, осы нәрсені тыңдауға не істеңіздер, асығыңыздар. Сол нәрсе ол бізден сауап болатын амалдардың қатарынан, және Алла Тағала разы болатын істердің қатарынан болмақ. Алла Тағала баршамыздың естіген білгендерімізге амал етуімізді және ұстаған оразаларымызды, жасаған құлшылық ғибадаттарымызды Алла Тағала баршамыздың қабыл етсін. Ахир дауана алхамдулиллахи раббил алямин.